Қайырлы күн байланысты Арман. Бүгін 13 наурыз. Бізде Т жобаларында электр тоқ желілерін салу жұмыстары қызуда, яғни артымызда қазір ондық негізгі трассаға арналған бағыналардың траверс темір үстіне орнатылатын бекітілуде. Және оң жағымызда бізде нөмірі 2 КТП болады. Жерде бізде Т1 жобасы басталады, сәл әрірек ол Т2 жобасы орналасқан, ал сол жағымызда болашақта біз ұсынатын Т4 жобасы мен қазіргі сатылымдағы Т5 жобалары ұсынылуда. Қазіргі таңда бізде негізгі трассаны, яғни 10 вольтты электр тоқ желілерін салу жұмыстары жүргізілуде, және жұмыс осы қарға салқынға қарамастан қызуда. Қазіргі таңда бізде 29 жоспарланған 110 бағынаның 11-і орнатылған. Жалпы бізде бұл жобада 3 КТП болады, 400 киловольттық. Жалпы бізде 1 мегаватт қуат рұқсат алынды. Ол бізде 270 жерге есептелген. Яғни ол қазіргі таңда бірінші кезекпен біз Т1, Т2 және Т5 жобаларына толық электр тоғымен қамтамасыз етеміз. Біздің жоспар бойынша маңайымыздағы қар ери бастағанға дейін осы негізгі трассаны салу жоспарда, ал қар еріп, одан кейін жер кепкен кезде біз барлық басқа жерлерді жеке бағыналармен және электр тоқ желілерімен қамтамасыз ететін боламыз. Біздің жаңалықтарды қарап, хабардар болып отырыңыздар.